Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге город, которого меня нет анимасын қазақшалап айтып беретін боламын. Ендеше кеттік. Бастамас бұрын әдеттегідей лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Ал анимеден бастайық. Басты кейіпкердің есімі Сатору, ол 28 жаста және оның ерекше қабілеті бар. Егер жақын жерде қауіп төніп тұрған адам болса, оның өмірі автоматты түрде артқа 1-2 минут айналады. Бұл жолы жүк көлігінің жүргізушісі кенеттен қайтыс болғаны белгілі болды. Бұл оның көлігін басқара алмайды деген сөз. Алайда Сатору бұл жағдайды жеңіп, кішкентай баланы құтқара алды. Рас, бұл үшін ол ауруханаға түседі және бірге жұмыс істейтін Катагири оған қонаққа келеді. Баланы құтқара алса да, Сатору оқиғаларға әрдайым әсер ете алмайды. Мысалы, анасы оған келіп, олар бірге дүкенге барғанда, Саторудың өмірі бірнеше минут артқа қайта оралады. Ол жай ғана не жамандық болуы мүмкін екенін түсінбейді. Алайда оның анасы ер адамның баланы қалай алып кетуге тырысқанын байқайды, және ол оны өз ісін тастап кетуге мәжбүр етті, және бұл оқиға оны бала ұрлау туралы ескі істі қайта бастауға итермеледі. 18 жыл бұрын оның туған жерінде ұрлық пен кісі өлтіру оқиғалары басталды. Бірінші құрбан 10 жасар Кайо Сатору сыныптасы болды. Өлер алдындағы түні Сатору оны саябақта жалғыз көріп, және оны үйге бірге қайтуға шақырмағаны, және жалпы ештеңе істей алмағаны оған қатты әсер етті, және оның өліміне өзін кінәлады. Осыған байланысты оның анасы Фуджинума балаларға бұл оқиғаны ұмыттыруға көп күш салды. Ал енді 18 жылдан кейін Фуджинума нағыз өлтірушіні іздеуді жалғастыруды шешеді. Ол бұрын журналист болып жұмыс істегендіктен біраз сұрақтарға жауап табатындай көрінеді, бірақ сол кісі өлтіруші Фуджинуманың өзін өлтіріп кетеді. Қылмыскер кетіп бара жатқан сәтте Сатору үйіне оралды. Анасының өлгенін көріп үрейлене бастады. Оның көршісі мұны байқап, Сатору өз анасын пышақтап тастады деп шешті. Сондықтан ол бұл жағдайда ең жақсы нәрсе қашу деп шешті. Бірақ бір сәтте оның өмірін артқа айналдыратын қасиеті қосылып, оны 18 жыл алдыңғы өмірге аттандырды. Сатору үшін бұл шок болды. Осылайша ол бірде не болып жатқанын, не істейтінін мүлдем түсінбеді, және соңында егер ол қандай да бір жолмен Кайоны құтқара алса, болашақты толығымен өзгертеді деген қорытындыға келді. Ол оны бақылай бастады және сабақ кезінде оның денесінде көгерген жерлер бар екенін байқады. Саторудың күні бойы көргені Кайо болды, және сол компаниядағы досы Кения оны байқап, оны ұнатады деп ойлағандықтан, олар оған көмектескісі келді, және кездестіру үшін олар бәрін жасап планды орындады. Саторудың басты мақсаты Кайомен бірге болып, оны қауіптен құтқару. Бәрі қалағандай болды, бірақ бұл Кайоға ұнамады. Енді Сатору Кайоның ықыласына ие болу керек, және мұны істеу өте қиын. Сонымен қатар олардың Яширо есімді мұғалімі Кайоның ата-анасы оны ұрып жатқанын біледі, бірақ ол бұл туралы ештеңе істей алмайды. Өйткені ол бұл туралы балалар білсе, олар оны мазақ ете бастайды деп қорқады. Ол анасын жауапқа тартуға тырысты, бірақ ол әрқашан қамқоршылық органдарымен кездесуден аулақ болды. Басында оны 2 наурызда ұрлап өлтіру керек еді, және дәл осы күні Сатору мен Кайоның туған күні болады, және бұл оны мерекеге шақырудың тамаша себебі. Осылайша оны қорғайды. Соңында бәрі оның жоспары бойынша өтіп, сыныптастарымен бірге Сатору мен Кайоның туған күнін атап өтті. Осыдан кейін ол оны үйіне дейін жеткізіп, 2 наурызда оны ешкім ұрлап кетпейтініне көз жеткізді. Ол осылайша оның өмірін сақтап қалды, сондықтан болашақты толығымен өзгертті деп ойлайды. Бірақ келесі күні ғана олардың өлгені белгілі болды. Яғни барлық күш-жігер мен қасиетінің арқасында Сатору өмірін бір күнге ғана ұзартуға мүмкіндік алды. Полиция бұл адам ұрлауды тергеуге тырысты және болжамды қылмыскерді де ұстай алды. Ол Джун. Сатору онымен уақытын жиі өткізіп, соның ұшағымен ойнайтын. Джунға достар табу қиынға соқты, бірақ табиғаты бойынша ол өте мейірімді, және Саторудың айтуынша ол ешкімге зияны жоқ, қойдан жуас. Джунның өзі де кінәсін мойындаудан бас тартты және барлық таңдауларда оны айыпты деп айтты, бірақ оны темір торға қамап, содан кейін ату жазасына кеседі. Нәтижесінде Сатору анасы өлген және ол әлі полициядан жасырынып жүрген қазіргі уақытқа оралады. Оған Катагири көмектесті. Ол тіпті теориялық тұрғыдан оның өз анасына зиян тигізуі мүмкін екеніне сенбейтінін айтты. Сондықтан ол онымен біраз уақыт тұруға мүмкіндік береді. Кісі өлтіруші Катагиридің соңынан еріп, оның Саторуға көмектесіп жатқанын біледі екен. Ол оған Фуджинуманың телефондарынан хат жолдап, оны өлтірмекші болып үйін өртеп жіберуді шешеді.
білдіреді. Осылайша Саторуды одан әрі қорлайды, өйткені бұл жағдайда ол енді өзінің кінәсіздігін дәлелдей алмайды. Сатору оны әлі де құтқара алады, бірақ ол іздеуде болғандықтан ол одан қашады. Ол полициядан жасырынып жүргенде Сатору 18 жастағы ұрлау ісін қайта ашады және құрбандар тізімінде тұрған жерде Сатору Кайоның 11 жаста екенін байқайды. Бастапқыда барлық осы оқиғаларға дейін ол 10 жасында өлтірілді. Бұл оның іс-әрекеттері аз да болса да болашаққа әсер еткенін білдіреді. Катагири есін жиған соң Саторуды кездесуге шақырды. Ол бас тарта алмады, тек полиция оның артынан аңдығаны белгілі болды. Сондықтан ол Саторуды амалсыз полицияға ұстап берді. Ол өзін ұзаққа қамалатынмен келісіп көніп үлгерді. Алайда полиция көлігіне бара жатып, ол өлтірушіні байқайды. Сондықтан соңғы рет өткенге қайтару үшін өз қасиетінің күшін сұрайды. Ол қасиет жұмыс істейді және Сатору қайтадан баланың денесінде қалады. Бұл жолы ол әлде қайда батыл әрекет ету керек, өйткені оның мұндай мүмкіндігі тағы болмайды. Кейіннен Сатору өзінің жасы үлкен адаммен ауысқандай мүлдем басқаша болып кеткенін байқайды. Ол Сатору шынымен Кайоға көмектескісі келетінін түсінді, бірақ не себепті екенін білмейді. Кейіннен Кайоның көгерген жерлерін Саторуға қарағанда ертерек байқайды. Алайда оған қарағанда ол бұған көңіл бөліп, ол жайлы сұрамай барлығын бүйірден бақылап отыруды жөн көрді. Бірақ Саторудың табандылығын көріп, Саторуға бірігуді ұсынып, оған көмектескісі келді. Бұл жолы Сатору тек Кайоға ғана емес, сонымен бірге өлтіруші ұрлап кету керек болғандардың барлығын құтқару керек. Яғни оның міндеті дәл осы өлтірушіні тауып ұстау. Бастапқыда Саторуда Джуннан басқа да полиция күдікті дегендердің тізімі болған, бірақ оның анасы да бұл тізімде болғандықтан ол оны ұмытып, оны өз бетімен шешуді жөн көрді. Оның бұрынғы жоспары бірден сәтсіздікке ұшырайды. Сондықтан енді оған әлде қайда батыл әрекет ету керек, өйткені өлтіруші өз құрбандарын кездейсоқ таңдаған жоқ. Ол отбасында проблемалар бар немесе басқалармен қарым-қатынаста қиындықтары бар балаларды таңдайды. Басқаша айтқанда, ол жалғыз ұстауға оңай болатын балалар таңдады, өйткені тактика арқылы ол бірден темір торға отырғызуға мүмкіндік алады және ешқандай күдік туғызбайды. Өткен жолы Сатору Кайоға ата-анасына оралуға рұқсат беріп қателік жасады. Сондықтан бұл жолы ол бірден мәселеден құтылу керек. Сатору алдымен Кайоның анасынан құтылуды шешті. Ең оңай жолы өлтіру, бірақ соңғы сәтте оны Кения тоқтатады. Олар жаңа жоспар жасай бастайды. Ол оған өткенге оралғанын және барлық қылмыстар туралы білетінін айта алмады, бірақ соған қарамастан Кения жағдайдың маңыздылығын түсінді және бар жүрегімен Сатору мен Кайоға көмектескісі келді. Олар Кайоны тыныш жерде жасыру деген қорытындыға келді, өйткені ұрлаушы оны таба алмайды және оны анасы ұрмайды. Кайоны бұған көндіру қиын емес еді, өйткені оның өзі де анасынан құтылғанына қуанады. Ол қорғанатын жерде отырғанда балалар оны жалықтырып алмау үшін тығылып жай-жай оған келеді. Кайо ол жерде отырғанда оған іздеу жариялау керек еді, бірақ анасы қызының үйге бірнеше күн оралмағанына ешқандай реакция көрсетпеді. Ал мектепте дүрбелең тудырмас үшін Кайо біраз уақытқа әжесіне кеткенін айтты. Түннің бір сәтінде Кайоға белгісіз бір нәрсеге көңілі толмайтын біреу автобусқа бірге отырды. Ол сөмкені сонда қалдырды және онда Сатору ерекше маңызы бар құрал-сайманды тапты. Балалар оларды маңызды емес деп санады. Алайда Сатору дәл осы құралдардың көмегімен қылмыскер Кайоны өлтіру керек екенін бірден түсінді. Кайоны құтқару жоспарының бірінші бөлігі орындалды. Енді оларға анасымен бірдеңе істеу керек. Бұл жерде оларға Яширо және Фуджима көмектесті. Олар қамқоршылық органдарына қоңырау шалып, Кайоның анасын қызын табуға әрекет жасамады деп айыптады. Әрине, ол бәрін жоққа шығарды. Сондықтан бірден қызын алып полицияға бармақ болды. Алайда анасы оны мұны істеуге кедергі келтірді және Кайоның анасына да қиын болған екен. Мәселе мұнда, күйеуі оны қатты қорлап, оны себепсіз ұра берген. Нәтижесінде ол оны тастап өзіне жаңа жігіт тапқан. Тек оның бұрынғы қарым-қатынасының іздері оған қатты әсер берген және күйеуі оған жасаған қорлығын Кайодан шығара бастады. Сатору мен оның достарының, сондай-ақ Яширо мен Фуджинуманың күш-жігерінің арқасында Кайоның анасы ата-аналық құқығынан айырылып, оны әжесіне тәрбиелеуге жіберді. Бұл олардың оны жақын арада көрмейтінін білдіреді. Кайоны құтқару жоспары орындалды, бірақ енді қалған балаларды қалай құтқару туралы ойлану керек. Біріншісі Хироми болды. Ол қызға ұқсайтындықтан арттағы өткен уақыттарда өлтірілген. Осылайша өлтіруші полицейлерді жәбірленушіні жеке танымайды деп ойлап, оны қыз деп қателестіргісі келген. Сатору Хироми әрқашан біреудің компаниясында болатынына және өзі немесе Кения оны үнемі үйіне алып жүретініне көз жеткізе бастады. Өлтірушінің Хиромиге жетуіне жол бермеу үшін осылай жасады. Дегенмен ол әлі де қылмыскердің соңғы целіне қатысты мәселені шешу керек. Оның есімі Ая болады. Ең басты мәселе оның басқа мектепте оқитын еді. Ол Сатору оған жақындай алмайды және онымен дос бола алмайды дегенді білдіреді.
келеді. Осы мақсатта ол анасы мен Аширадан қызға қалай жақындау, кездесу керектігі туралы сұрай бастады. Өйткені ол шын мәнінде 28 жаста болғанымен Саторудың қызбен сөйлесу жағынан тәжірибесі аз еді. Яшироның кеңесінің арқасында ол Аямен кездесуге шешім қабылдады. Ол олардың компаниясында дос болуын және бірге жасырын үйлерінде уақыт өткізуін қалады. Бірақ оған бұл идея ұнамады, өйткені ол бұны ұлдарға арналған ойындар деп санайды. Дегенмен оны Катсу сендіре алды. Ол олардың компаниясынан еді және оның арқасында ол жаңа достар тапты. Яғни өлтіруші оларға жете алмайды деген сөз. Үш оқушы да аман қалғандай және олардың болашағы жақсы жағына өзгеретіндей. Бір ғана мәселе, серийный убийцалардың аштық сезімі бар. Яғни оның қазір біреуді өлтіре алмағаны болашақта бұл әрекетке бармайды дегенді білдірмейді. 70% қылмыскер бұл балаларға тоқтамайды деген сөз. Және егер ол оларға жете алмаса, ол басқа біреуге жете алады. Және болашақтан Сатору тек осы қылмыстар туралы ақпаратты білетіндіктен, ол енді өлтірушінің әрекетін оңай болжай алмайтын еді. Сондықтан ол жаңа құрбан болуы мүмкін адамдарды тез арада табу керек. Бір оқиғадан кейін шеттетілген Сатору сыныптасы Мисато бұл үшін өте қолайлы болды. Оны сыныпқа жақындату үшін Яширо Мисатоны сыныптасының хоккей ойынына шақырды. Бірақ Сатору оған қауіп төнеді деп ойлады. Сондықтан оның соңынан жалғыз жүруге шешім қабылдады. Стадионда ол Мисатоның дәретханаға бара жатқанын байқайды. Алайда ол сол жерде күдіктенетіндей ұзақ уақыт өткізеді. Сонда ол Яширомен кездеседі. Ол оған Мисатоны көшеде кездестіргенін айтады. Осыдан кейін Сатору фургоннан кетіп бара жатқан Джунның әкесін көрді. Оны басты күдікті деп санайды. Ол Мисатоның қазір осы жерде, яғни оған қауіп төніп тұр деп шешім қабылдайды. Сондықтан Яширодан олардың артынан жүруін өтінді. Жолда ол мұғалімге өз жорамалдарын айтады. Бірақ Яширо фургонның соңынан ерудің орнына қарсы бағытқа бұрылады және Мисатоның шын мәнінде әлі де стадионда екенін айтады. Және ол дәретханада көп уақыт өткізеді. Өйткені ол оған іс жүргізетін дәрі берді. Шын мәнінде ол осы уақытқа дейін өлтіруші қылмыскер болды және Сатору оның әрбір әрекетін қалай болжағанына таң қалды. Тіпті болашақты көріп тұрғандай. Мисато мен стадион туралы бүкіл оқиға Саторуды тұзаққа түсіру үшін арнайы жасалған. Ал енді онымен қарым-қатынас жасауына ешкім кедергі жасай алмайды. Өйткені оны өлтіргеннен кейін Яширо қаладан жоғалып кетеді. Яширо Сатору отырған көлікті тікелей суға жіберді. Алайда суға батар алдында соңғы сәтте Сатору Яшироға оның болашағын білетінін айтып айғайлайды. Қандай да бір кереметтің арқасында Сатору аман қалды. Алайда ол 15 жыл бойы комаға түсті. Осы уақыттың ішінде Фуджима оған қамқорлық жасады. Өйткені осы өмірде ол тірі. Ол күн сайын оның денсаулығына қамқорлық жасады. Оған толық дене массажын береді. Соның арқасында ұзақ уақыт бойы оның денесі ешқашан атрофияланбаған. Ал енді толық 15 жылдан кейін Сатору есін жиды. Алайда оның есінде ештеңе жоқ. Сатору күрделі сөздерді қалай оқи алатынын түсінбейді. Өйткені мектеп кезінде ол мұндай нәрсені естімеген. Жалпы ол Яширо екеуінің басынан өткеннің бәрін ұмытты. Әрине, ол бірден барлық журналистердің нысанасына айналды. Өйткені оның мұндай ұзақ комада оянуы ғажап. Оның ескі достары оған келе бастады. Кения заңгер болды, ал Хироми қазір дәрігер. Осыдан кейін оған Кайо келді. Ол Хиромиге үйленіп, одан бала туды. Оған Сатору қатты қуанды. Яширо да оған барады. Бірақ Сатору ештеңе есіне түсірмегендіктен мұғалімін қайта көргеніне қуанышты. Сатору комада болған уақыттың бәрінде Яширо оған үнемі барып жан-жақты қамқорлық жасайтыны белгілі болды. Бірте-бірте Саторудың есі қайта оралып, оңалту жолын бастады. Күн сайын ол бұлшықеттерін қалпына келтіруге және қайтадан жүруді үйренуге тырысып, дәрігерлермен жаттығады. Оны ауруханада Куми есімді кішкентай қыз бақылап тұрды. Жақында оған моральдық түрде әлі дайын емес қиын операция болады. Сондықтан Сатору жаттығулармен оған сенімділік беруге тырысты. Сонымен қатар ол онымен жиі сөйлесіп, ол үшін Джун сияқты адамға айналды. Ақыры ота жасайтын күн де келіп жетті. Сатору оған сәттілік тілегісі келді, бірақ Яширо оның ұйықтап қалғанын айтып, оны серуендеуге шақырып, оны ғимараттың төбесіне алып барады. Және жол-жөнекей Саторудың барлық істеген нәрселері есіне қайта оралады. Және оның мұғалімі оны өлтіру үшін оны шатырға апаратынын түсінеді. Яширо капельницаны Кумиге қарай ауыстырды. Сол себепті ол да өлу керек. Оның үстіне ол Саторуға телефоннан хабарлама жазған. Яғни оның өліміне Сатору кінәлі сияқты бәрін реттеген. Осыдан кейін план бойынша ол өзін кінәлі сезініп шыдай алмай, шатырдан секіріп өлуге шешім қабылдаған. Бірақ Саторудың айтуынша осы уақыт ішінде ол Яшироның жүрегіндегі жамауды жамағанын және ол оның өлтіргеніне жол бермегендіктен бұл шайқаста жеңіске жеткен Сатору екені белгілі болады. Олардың текетірестерін тоқтату үшін Сатору
Сатору шатырдан секіруді шешеді. Соңғы сәтте оны Яширо ұстап алды, бірақ Сатору әлі де одан өлуге мүмкіндік алды. Сатору қазір өлетіндіктен Яширо одан үлгі алуды шешіп өлмекші болады. Тек мұның бәрі қақпан болғаны белгілі болды. Сатору әлде қашан есін жинап, бәрі неге алып баратын түсініп, достарымен олардың қалай әрекет ететін алдын ала келісіп алды. Соның арқасында олар Яшироны өлтіруге әрекеттенгені үшін түрмеге отырғыза алды. Осы сәттен бастап көп уақыт өтті және Сатору өзінің мықты мангака болу туралы бұрынғы арманын орындай алды. Ол бақытты өмір сүре бастады. Тіпті Мисатамен қарым-қатынасы жақындай алды. Ол комаға түскеннен кейін емделуге ақша жинау үшін іс-шара өткізді. Содан бері Сатору уақытты кері айналдыру қабілетін көрсетпеді. Соңында ол уақыт кестесінде журналист болған Катакиримен кездеседі. Осы жерден аниме аяқталады, ал біз бұдан әрі не болатынын білмеуіміз мүмкін. Менің YouTube арнама жазылуды ұмытпаңыз және келесі бейнеде кездескенше.